Сәлем балақай. Бүгін біздер математика пәнінен 52-ші сабақ 2, 4, 6, 8, 10 сандарының жартысы деген тақырыппен танысатын боламыз. Бұл жерде біздер 2, 4, 6, 8, 10 сандарының жартысын табуды үйренеміз. Оқулықта ең бірінші тапсырма берілген оқушыларға Қазақстан қалалары бейнеленген карточкаларды тең бөлуге көмектес. Бұл жерде алдымен барлығы қанша карточка бар екендігін тауып алуымыз қажет. Кәне санап шыға ғой. Санап шығатын болсақ, бұл жерде барлығы 10 карточка бар. Бұл карточкаларды қалай теңдей бөлуге болады? Алдымен бұны біздер бір-бірден жеке-жеке әрбір оқушыға кезектестіріп берсек болады. Бір карточкадан Шымкент қаласын келесі осылай барлығын бөліп берсек болады. Осы кезде санау арқылы әрбір оқушыда қанша карточкадан болғандығын білеміз. Кәне 1, 2, 3, 4, 5. Келесі қыз балада 1, 2, 3, 4, 5. Әрбір оқушыда 5-5-тен карточка болды. Келесі есіңде сақта. 2, 4, 6, 8, 10 жұп сандар. 1, 3, 5, 7, 9 бұл тақтандар. Яғни жұп сандар дегеніміз бұл теңдей 2-ге қалдықсыз бөлінетін сандар. Ал 2-ге бөлінбейтін сандарды біздер тақ сандар деп айтамыз. Келесі астында тапсырма берілген сандардың құрамын айт, не байқадың? Бірге 2 санның құрамын еске түсіретін болсақ, бірге 1 қосқан кезде 2 болады. Келесі 4, 2-ге 2 қосқан кезде 4 болады. Келесі 6 санның құрамын еске түсіретін болсақ, 3-ге 3 қосқан кезде 6 болады. 8 саны 4-ге 4 қосамыз, 10 саны 5-ге 5 қосамыз. Қарап отырсақ, бұл жердегі 2, 4, 6, 8, 10 сандары теңдей бөлінді. Сондықтан бұлар жұп сандар болып табылады. Келесі тапсырма. Балалар Қазақстан қалаларының суретін салды. Олар әр түсті бояу құйылған құтыларды қалай теңдей бөліп алады? Қане, бұл жерде біздер алдымен құтылардың санын біліп алайық. Көк түсті құтының саны 6, жасыл түсті құтының саны 8, келесі қызыл түсті құтының саны 10. Қане, бұл жердегі санның құрамын еске түсірейік. 6 саны теңдей 3-те 3. 3 пен 3-тің қосындысы. Сондықтан көк түсті 3 құтыны бір оқушы, қалған 3 құтыны екінші оқушы алады. Келесі 8 санның құрамы 4 және 4 сандарының қосындысынан тұрады. 4 құтыны бір оқушы, қалған 4 құтыны екінші оқушы алады. Сол сияқты 10 санында теңдей 2, яғни 5 және 5 сандарының қосындысынан тұрады. Бұлар теңдей қызыл түсті құтыны бір оқушы, 5 қызыл түсті екінші оқушы бөліп алады. Есепте 3-ші тапсырма. 100 азайтылған 20 тең болады 80. Келесі 100 азайтылған 30 тең болады 70. Келесі 90 азайтылған 30 тең болады 60. 70 қосылған 20 тең болады 90. Келесі 60 қосылған 10 тең болады 70. Келесі 80 қосылған 10 тең болады 90. 40 қосылған 50 тең болады 90. 80 азайтылған 60 тең болады 20. Келесі тапсырма. 5 айырмашылықты тап. Кәне, бұл жерде біздер мұқият суретке назар аударамыз. Ең бірінші суретті қараймыз. Бұл жерде цирктің терезелері салынбаған.
келесі мына жердегі бір бұлт жоқ. Одан кейін мына жердегі үй жоқ. Келесі мына жердегі үй бейнеленбей қалынған. Және мына мұнараның түсі қызыл, ал бұл жақта ақ түспен берілген. Сонда біздер барлығы 1, 2, 3, 4, 5 айырмашылықты таптық. Бүгінгі берілген тапсырмалар, оқулықта берілген тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.